өз қанша уақыттан бері қиналып қалдық қой. Сондай қуаныштымыз, Аллаға сан шүкірлер болсын. Елімізде осындай қиын сәттер болып отқан кезде ең сағынатын жерің мешіт, Алланың үйі. Осы күнді асыға күттік. Жалып қалған кезде қатты жүрегіміз ауырды. Ол жүрек ауырған былай тұрсын, адамдарда кішкене уже жай жұманы жай не деп қабылдап қалды, шын күн сияқты болып қалды. Басшыларымызға, елбасымызға, президентімізге рахмет айтамыз. Жамағатқа толып, мешіттеріміздің бәрі ашылып, жұмаларымыз оқыла берсін деп үлкен тілекте қаламыз енді. Намазы соңғы рет мешітте оқыдық ауылымызда. Бірақ сондай бір көңілге бататын нәрсе, ол мешітке кіре беріс жерде карантин деп жазылып тұрады. Сағынамыз, бірақ жамағатпен бәрібір иқтіресіп оқығанға жетпейді да барым. Соңғы рет жамағатпен осы соңғы жұмада мешіт жабылады деген кезде осы мешітке келіп соңғы рет жаңылыспасам шам намазын оқыдық. Соңғы рет шынымды айтсам тіпті есімде де жоқ ше, жамағатпен қай мешітте оқығанымыз. Карантин болғаннан кейін енді итағат қылып барынша мешітке бармауға тырыстық. Өйткені мұсылмандықта бар ғой, бәрі зиян тиіп кетпесін деген нәрсе. Соның зиянымыз тимесін деп әйтеуір амал үйде оқыдық. Соңғы рет сол карантин басталмас алдын мен Ақжайық, Мөлтек ауданында Ақжайық мешітінде сол жерде күнделікті 5 уақыттың бір намазын сол жерде оқуға баратынмын. Сол жерде ең соңғы барған сол мешіт болды. Енді жалғыз өзің оқыған бөлік, жамағатпен тұрып бірге оқыған, имамның артында тұрып оқыған, оның бөлек әсері бар ғой. Өзің сондай бір кейбір ұстаз қарияларымыз бар, олардың артынан тұрған кезде намазың бөлек болады ғой, оқыған Құран дауысын естіп тұрып. Тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Шын мәнінде жамағаттың дұғасы мыңнан бірі әрине қабыл. Оған күмән жоқ. Сол жамағатты сағындық. Абу Бәкір бірде бір түс көреді. Түс көргенде Омар мен тағы бір сахабаны айтады, келтіреді, олар ұзап кетеді. Бұл атыменен артынан жете алмайды. Содан кейін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам айтқан кезде, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам айтады, таң намазын қалдырып жүрсің ба дейді. Сонда ол бір-ақ күн сонда қалғанда, бір қонақтар келіп. Енді ойлаңыз, несін дәрежесін. Абу Бәкір Омарларға жете алмай жатыр да. Неге? Таң намазының өте несі. Енді қалай сағынбайсың, қалай осыдан кейін мешітке ұмтылмайсың? Жамағаттың бәрін сағындық шыны керек. Бұл жерде бәрін айта беру болмас. Біраз жамағатты сағындық. 60-70 адамдай оқитын ек. Таң намазында көп баратынмын. Таң намазында, құптан намазында көп баратынмын, сол жамағатым сағындым. Бисмилля деп тұрмыз. Алла нәсіп етсе, намазымызды толық мешітте оқуға ниеттеніп отырып, Аллах тағала сол ниетімізге жеткізсін. Ұлымды, әкемді ертіп келіп, жамағат болып, Аллаға сондай бір шынайы құлшылық жасасақ деген ниет, иншалла. Сол ниетімізге жету үшін сіздер де дұға қойсаңыздар деп сұраймыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, мешітке көп барғанды көрсеңдер дейді, көп барған адамда. Не дейді? Оның иманды екеніне куәлік беріңдер дейді. Сол кейде иман әлсіреп қалады, кейде күшейеді. Енді бір сондай уақытқа бірақ енді мүмкіндігінше баруға тырысамыз иншалла. 5 уақыт намазының бірін осы мешітте оқығым келеді. Сол оқуға тырысамын. Алдағы уақытта иншалла Алла амандық берсе, Алла есендік берсек, оқуға тырысамыз. Ал иман келтіріп, игі істер істегендерге келсек, олардың қонақжайы Фирдаус атты жанат бақшалары болады.